даярдоо сынып окуучусу Марат Калсен. Менин жетекчим Назымбек Раушан Шейзат-кызы. Ғылыми жоба тақырыбымыз Жас эколог. Бүгінгі зерттеуіміздің мақсаты балаларды табиғатты сүюге, қорғауға, өсімдіктер мен жануарларға қамқор болуға үйрету. Ал Кәусар, біздің бүгінгі зерттеуімізде қандай сұрағымыз бар? Табиғатты қалай қорғауға болады? Иә, жарайсың, табиғатты қалай қорғауға болады. Ал бізде табиғаттың қандай пайдасы бар екен ағаштардың айта қойшы кәне? Бір үлкен ағаш 4 адамға оттегі береді. Иә, жарайсың, тағы да құстар ия сала ма? Құстар ағашқа ия салып зиянкестерді жейді. Иә, сөйтіп пайда келтіреді екен, иә? Ал мынандай пластик ыдыстардың зияны бар ма бізге? Иә, өйткені бұл пластик ыдыстар 100 жылдан бері жерде ыдырамай жата береді. Иә, сондықтан да балдарға не деп айтамыз? Жерге тастамаңдар пластик ыдыстарды. Ал біздің осы зерттеу жұмысымыз бар жүргізген. Кәне, назар аударыңыздар. Пластик ыдыстарды бөлек саламыз. Қағаз қоқыстарды бөлек саламыз. Шыны қоқыстарды бөлек саламыз. Пластик қоқыстардан осындай нәрсе жасауға болады. Қағаз қоқыстарынан мындай нәрсе жасауға болады. Шыны қоқыстан мындай нәрсе жасауға болады. Бәрі қоқысты бірге тастаса, ауа ластанады. Табиғатты таза ұстау әрбір адамның міндеті. Иә, бүгін біз бір қорытындылай келе зерттеу жұмысымызды. Иә, не түйіндедік? Табиғат біздің үйіміз. Иә, біз табиғатты Сүйеміз. Сондықтан да сен жас Экологпын. экологпын. Жарайсың. Назарларыңызға рахмет.